достар, сіздермен бірге кім? Дәмелі және Айша. Және сіздер білетін Ерасыл. Ерасыл. Бүгін біздер тығылмаш ойнайтын боламыз, айтыңдаршы. Я, тығылмаш. Бүгін біздер қазір сулифа жасап шешетін боламыз. Оны қазір бұл енді экстремалды сияқты, бірақ бұл бұяқта ұрмайсың, кешсатты алып ұрмайсың. Бұяқта кәдімгідей тығыласың. Және таптым деп айғай саласың. Басқа ештеңе өзгешелігі жоқ. Кәдімгі тығылмашқа ұқсайды. Экстремалды тығылмашқа ұқсайды ол да. Бірақ біз көп сөйлемей бастайық. Ал сулифамызды бастаймыз, кеттік. Қайта? Сулифа. Ош, отылдың. Демек мен істеймін. Ал камераны ал. Стопқа қоя тұр енді, оның санаған күтпейтін шығарсыздар. Достар, мен іздеуді бастаймын қазір. Кеттік. Ой, мен бірінші адамды тапқан сияқтымын. Бірінші адам бізде қайда? Таптым Айшаны. Міне Айшаны тауып алдым. Енді Ерасыл іздеу қалды. Так, Ерасыл қайда? Құрттырған жоқ ма әйтеуір? Жүгіреміз. Так. Достар. Ерасылды. Пока что. Ешкім жоқ екен. Таптым! Ерасыл табылды. Мықты тығылдым. Я. Мен жеңімбадым, бірақ мен санайтын болам. Я. Себебі кім ең соңғы табылады, сол бізде істейді. Достар, біз іздеуді бастадық. Мұнда какой-то бір адам жүр. Ал біз іздейтін бастаймыз. Сен мен неге аңдып жүрсің? Бұны мән бермей-ақ қойыңыз, бұл сондай бала өзі. Но бірақ біздер қазір көреміз. Қайта тығылған. Достар, бір минут күте тұрасыңдар ма? Достар, бізге тағы бір іздеуге адам қосылды. Но бірақ ана жаңа бала какой-то. Құрса жүргенше бір нәрсе істеп жүрсіңдер балалар. Қазір сәпін балалар сондай. Сәулейсің. Нелер қайда? Достар, анау